Ассалаумағалейкум армағайын құрметті ютубтағы STV арнасының тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге Жаңа Түркістан, яғни жаңа уақытта Жаңа Түркістан, алдарыңызда Сәкен Әбсемет. Қазақ хандығының астанасы, түркілерімнің бас қаласы, іргесі құтты Түркестаным, бар бақытымның бастамасы. Естіліп тұратын айғазаны, бағырасымның тайғазаны, іргесі құтты Түркестаным, тарқамай тұғын той базары. Түркістан көне заманда шалқар деп аталды. Ұлы жібек жолының бойында Қаратау мен Сырдария өзендерінің ортасында орналасқан ежелгі қала. Түркістан 12 ғасырда мұсылмандар үшін қасиетті мекенге айналды. 13 ғасырда шопылық ілімді белсенді ұстанушы Қожа Ахмет Яссауи осы қалада жерленді. Яссауи бабамыз өмірден өткен соң қабір маңында үлкен мазар тұрғызылды. Кесенені тұрғызуға ұйытқы болған Әмір Темір болатын. 1598-1628 жылдары Есімхан Яссауиді Түркістан деп атап, оны қазақ хандығының орталығы етті. Бұл киелі мекенде қазақ даласында өткен би болыстар, батырлар мен хан бабаларымыз жерленген көне шаһар. Мақтаныш ол алты құрлыққа атың мәлім, арта берсінші мерейің, мейманасы көп кеңейің, ер түрігімнің бесігі о, мағжаннан асып не дейін. Сені сүйеді, Түркестаным ол киелі, Тәңірдің берген сүйеді, қасиет қонған. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістанда жерде туған түріктің Тәңір берген несібі ғой. Я, мен бұл өлең не үшін айтып жатырмын? Өйткені Мағжан атамыз жырлап кеткен Түркістанның бүгіні мен болашағына шолу жасап, қала құндылығының бет айнасын өскелең ұрпақ пен бүкіл түркі дүниесінің барша халқына бір өлеңмен баяндап бергендей. Сонымен қатар Мағжан атамыз жырлап кеткен бүкіл түркі дүниесінің ордасына айналған көне Түркістан бұл күнде қазіргі таңда облыс орталығына айналып, көптеген өзгерістерге ұшырап жатыр. Ол қандай өзгеріс дейсіздер ғой? Ал ендеше білгілеріңіз келсе, біздің арнадан алыстамаңыздар. Мен қазір Түркістандағы әсем, керемет ғимараттар мен тамаша жерлерді аралайтын боламын. Сіздер каналымыздан, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ал ендеше кеттік.
Достар, міне көне Түркістанның жаңа бағыттағы жаңа бейнесін көріп тамашаладыңыздар. Бұл әрине күндізгі бейне. Келесі видеода Түркістанның түнгі бейнесін сіздерге көрсететін боламыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Сәкен әпшімен.